Всем привет! Қалайсыздар? Ужин ішпедік, ресторанда атып шығып бара жатқанымыз бар қазір. Кстати, еще біз бұйырса болатын Ерасыл мен Аянаның тойында қыз жолдаспыз, Айбек екеуміз қыз жолдаспен жігіт жолдас болайын деп жатырмыз. Соған көйлек қарап жатырмыз. Қатты жақсы көріп тұрсаң, қарашы, мысалы сен қатты жақсы көресің адамды, а ол төсек тартып жатып қал. Тастайсың ба? Тастамайсың, қатты жақсы көріпсің, бірақ ойланыш, андай болуы мүмкін ғой. Мысалға ата-шешелерің су жатыр да, үйленгенсің, бірақ уже су жатсың бір-бірлеріне. Сондай моментте құдай сұрсын болып қалады. Ол уже бір адамгершілікке байланысты деп ойлаймын. Негізі жаңағы пікірталас мен үлкен ойға алды да. Енді балалардың арасындағы бір қатыгездікті мысалы Айсажан айтып жатыр, иә, талғарда болған жағдайға байланысты. Бірақ бұл балалардың емес, мысалы бұл пікірді айтқаны 35-ке жасқа келген Мақпал. Не деген қатыгез пікір анау деймін да. Сен мүгедек баланың анасысың, демек сен де мүгедексің. Где вы душу потеряли деген. Неге осындай қатыгез қазір бәрі? Білмеймін, адамдардың барлығы қазір жалпы қоғам шынымен де сондай болып бара жатыр. Қатыгезденіп бара жатыр шынымен қатты. Неге олай? Ойбай, сағат 5:30. Қыста сағат 4-те, походу, уже қараңғы бата бастайды. В шоке.